Қош көрдік біздің арнаның тыңдармандары, көрермендері. Бүгін міне керемет бір ет асылып жатыр. Бесбармақ менің арнама пікір қалдырған екен. Көп кісілер мен сол пікірге жауап ретінде көрсетейін деп отырмын. Осы етті бесбармақты атын өзгертсек, басқаша қойсақ, мынау шетелде мынау кәрістер, қытайлар өздерінің бренд дейміз ғой, бренд тамақтарының атын ауыстырып қойған екен деп пікір қалдырыпты. Мен енді олай қыла алмаймын. Ата-бабам қазақ атамнан үлкен емеспіз. Бесбармақ міне мынау қамыр арнайы қолдан жайылып жатыр. Міне көріп тұрсыздар. Міне қазанда бұрырап тұрып қайнаған міне қазанға салынып жатыр қамыр. Қазір етті қалай сүзіп, қалай жайғап жатқанын көрсетеміз. Бұл енді керемет тамақ. Мына бесбармақ, мынау пікір қалдырған адамдарға ырзамын. Негізі бесбармақтан тәтті, бесбармақтан дәмді ауқат жоқ. Бір жерлерде қамырқот деп айтып жатады, бір жерлерде, бір өңірлерде ет ауқат дейді. 90%-ға бірақ бесбармақ деп аталады. Міне қазір қазыны көз алдарыңызда салып жатырмыз. Тұздықтадық. Міне тұздықтау үшін түрлі пияз, түрлі қызанақ сықылды. Міне қазы не деген керемет. Әр қазақтың дастарханында осындай қазы қарта жал-жая болсын. Міне әр қазақ бай болсын. Қазағымның дәуірі дарқандап, еліміз сондай бақуат ел болсын. Міне мына ет қойылып жатыр. Мынау мырза мұртқа деп атаймыз. Көп жерлерде білмейді екен. Жамбастан кейінгі бұл керемет жылқының еті асылған. Міне осы жерде тамақтың үстінде асып, міне былқылдатып, қазір қазақша ет үлестіруді көрсетеміз. Мынау айран тұр. Көп жерде қазір қатық айранды қолданбайды. Біз айранды әдеге құйып, айранды қолдан жайған қамырдың үстіне құйып, жегенге не жетсін шіркін, пай шіркін, кәдімгі аузыңыздан сілекейіңіз ағып тұрып жейсіз ғой. Бесбармақ деген керемет тамақ қой. Міне қазыны қалай жеу керек? Қазір көп адамдар ойбай май жемейміз деп майды сырт тастап атады. Қазының сыртындағы ішекті тастауға болмайды. Мен өзім ішекпенен қосып жеймін қазыны. Бір сағынған кезде ортымнан бір май ағып, асап жемегеннен кейін ол түртіп алдыңызға тәрелкеге сабалып жеген ол бола ма? Міне денсаулығы мықты адамдар осылай асап тұрып жеу керек ауқат. Міне ет мынау алдымдағы сіздерге көрсетіп отқан осы етті қалай үлестіру керек екенін. Етті жеп отқан кісі, үлкен кісіге, әлбәтте ақсақалдарға, қарияларға, жас үлкен кісілерге тартылады үлкен жілік. Осы кісі етті жеп отырып, етті турай отырып, жанындағы адамдарға үлестіріп ет асатып отырады. Бұл қазақтың үрдісінде, дәстүрінде бар нәрсе. Міне қазір сіздерге көрсетеміз қолдан жайылған қамыр. Қараңыздаршы, не деген қамыр? Осындай әр үй қамыр жайып, бесбармағымызды міне айтып жатыр ғой маған пікір қалдырған адамдар. Осы жарнамалап, осы көрсетіп жүрген сізге рахмет дейді. Өзіміздің бар бренд нәрсемізді неге ұяламыз? Көкпарды да мен көп әңгімелерімді айтып, әңгімеде қосып жүремін. Міне мынау қамырдың үстіне міне айраннан осылай әкеп құйсаңыздар, пай шіркін, пай ай. Бұдан дәмді, бұдан керемет ауқат болмайды. Міне қазыны осылай асау керек. Міне сыртындағы шегімен қосып тұрып асап, мынау қазір етті үлестіремін. Міне етті үлестірген кезде бірінші етті ұстаған адам өзі аузына салып дәмін жеп алады. Сонан соң жанында тұрған кісілерге осылай пышақпенен кесіп, жұмсақ ет болса қолменен алып беруге де болады. Жанындағы адамдарға үлестіреді. Міне қандай керемет қазақтың салт дәстүрі. Міне тамаша. Мынау омыртқаның ішінен шыққан май. Міне жеу керек. Осы майларда өте дәрумендер көп болады. Міне қазыны әдеге бүтіндей астық, кеспей, кескеннен кейін жан-жағына май шығып кетеді. Міне керемет. Алдарыңызда көрсетіп тұрмыз ғой. Міне қазыны дәл осылай қылып асып жегенге не жетсін. Ал қазақ елі сау саламатта болыңыздар.